Абайдың 25-ші қара сөзі. Балаларды оқытқанда жақсы, бірақ құлшылық қыларлық қана, түркі танырлық қана таза оқыса болады. Оның үшін бұл жер Дарул Хараб, мұнда әуелі мал табу керек, онан соң араб, парсы керек. Қарны аш кісінің көңілінде ақыл, бойында ар, ғылымға құмарлық қайдан тұрсын. Ашап ішімге малдың тапшылығы да ағайынның араздығына уә әртүрлі пәлеге, орлық, зорлық, қулық, сұмдық секілді нәрселерге үйірлендіруге себеп болатұғын нәрсе. Мал тапса, қарын тояды. Онан соң білім түгіл өнер керек екен. Соны үйренейін не балама? Үйретейін деп ойына жақсы түседі. Орысша оқу керек, хикметте, малда, өнерде, ғылымда бәрі орыста тұр. Зарарынан қашық болу, пайдасына ортақ болуға тілін, оқуын, ғылымын білмек керек. Оның себебі олар дүниенің тілін білді, мұндай болды. Сен оның тілін білсең, көкірек көзің ашылады. Әрбіреудің тілін, өнерін білген кісі, оныменен бірдейлік дағуасына кіреді, аса арсыздана жалынбайды. Дінге де жақсы білгендік керек. Жорғалықпенен көңілін алсам екен деген надан әке-шешесін, ағайын жұртын, дінін, адамшылығын жауырыннан бір қаққанға сатады. Тек майордың күлгені керек деп ашылса да қам жемейді. Орыстың ғылымы, өнері, дүниенің кілті, оны білгенге дүние арзанырақ түседі. Ләкин осы күнде орыс ғылымын баласына үйреткен жандар соның қаруымен тағы қазақты аңдысам екен дейді. Жоқ, олай ниет керек емес. Малды қалай адал еңбек қылғанда табады екен, соны үйретейік. Мұны көріп және үйренушілер көбейсе, ұлықсыған орыстардың жұртқа бірдей законы болмаса, законсыз қорлығына көнбеседі. Қазаққа күзетші болайын деп, бізде ел болып, жұрт білгенді біліп, халық қатарына қосылудың қамын жейік деп ниеттеніп үйрену керек. Қазірде орыстан оқыған балалардан артық жақсы кісі шыға алмай да тұр. Себебі, ата-анасы, ағайын туғаны бір жағынан бұзып жатыр. Сөйтсе де осы оқыған балалар ана оқымаған қазақ балаларынан үздік, озық. Не қылса да сөзді ұқтырса болады оларға. Жақсы атаның балалары да көп оқыған жоқ, қайта кедейдің балаларын орысқа қорлап берді. Олар осыдан артық қайда барсын. Және де кейбір қазақтар ағайынымен араздасқанда сенің осы қорлығыңа көнгенше, баламды солдатқа беріп, басыма шаш, аузыма мұрт қойып кетпесем бе, деуші еді. Осындай жаман сөзді, Құдайдан қорықпай, пендеден ұялмай айтқан қазақтардың баласы оқыған менен не бола қойсын. Сонда да өзге қазақ балаларынан артық үйренгені немене, қай көп үйреніпті. Кірді, шықты, ілді, қайтты, түбегейлеп оқыған бала да жоқ. Әкесі ел ақшасымен оқығанға әрең оқытады, өз малын не қылып шығарсын. Турасын ойлағанда, балаңа қатын әперме, енші берме, барыңды салсаң да, балаңа орыстың ғылымын үйрет. Мына мен айтқан жол, мал аяр жол емес. Құдайдан қорық, пендеден ұял, балаң бала болсын десең оқыт, мал аяма. Әйтпесе, бір ит қазақ болып қалған соң, саған рахат көрсетеме, өзі рахат көреме, я жұртқа рахат көрсетеме. Абайдың 25-ші қара сөзіне талдау. Абай Құнанбайұлы, қазақ халқының ұлы ойшылы, ақын, философ, ағартушы. Оның қара сөздері қазақ қоғамының әлеуметтік, мәдени, рухани мәселелерін терең қозғап, халықты білім мен ғылымға, адал еңбекке, адамгершілікке үндейді. 25-ші қара сөзінде Абай білімнің, ғылымның маңыздылығын, орыс тілі мен мәдениетін үйренудің қажеттілігін, қоғамдағы әлеуметтік теңсіздіктердің себептерін, сондай-ақ ата-аналардың бала тәрбиесіндегі жауапкершілігін жан-жақты қарастырады. Бұл қара сөз қазақ қоғамының сол кездегі жағдайын терең талдап, болашақ ұрпақтың бағыт-бағдарын көрсететін құнды еңбек. Оның мазмұны бүгінгі күн ішінде өзекті. Себебі қазіргі таңда да білім мен ғылым адамзат дамуының негізгі қозғаушы күші болып табылады. Осы еңбекте Абайдың 25-ші қара сөзінің негізгі ойларын, оның әлеуметтік, мәдени, тарихи мәнін ашуға, қазіргі қоғаммен байланысын көрсетуге тырысамыз. Тарихи контекст. Абайдың бұл қара сөзі кіші ғасырдың екінші жартысында жазылған. Бұл кезеңде Қазақстан Ресей империясының құрамында болған. Қазақ қоғамы отарлық саясаттың ықпалында еді, білім алу мүмкіндігі шектеулі болды. Халықтың басым бөлігі көшпелі өмір сүріп, мал шаруашылығымен айналысты. Отарлық басқару жүйесі қазақтардың өзін-өзі дамытуына шектеу қойды. Осындай жағдайда Абай білім алудың, ғылым мен өнерді үйренудің маңыздылығын ерекше атап өтті.
Ол қазақ жастарын орыс тілін меңгеруге, олардың ғылымы мен мәдениетін игеруге шақырды. Бірақ бұл игеруді өз халқының мүддесіне пайдалану қажеттігін баса айтты. Оның ойынша орыс тілін білу тек олардан үйреніп, олардың озық жетістіктерін пайдалану үшін қажет. Білім мен ғылымның маңызы. Абай 25-ші қара сөзінде білім мен ғылымның маңызын ашып көрсетеді. Ол адамның ақыл-ойы мен рухани дамуы үшін ең алдымен қарны тоқ, тұрмысы жақсы болуы керектігін айтады. Аш адамның ойында ғылымға, білімге деген құштарлық болмайтынын түсіндіреді. Бұл ой қазіргі заман үшінде маңызды. Экономикалық жағдайы төмен елдерде білім беру сапасының да төмен болуы осы қағиданың айқын дәлелі. Абайдың пікірінше, білімсіздік, ұрлық, қулық, зорлық, әділетсіздік сияқты келеңсіз құбылыстардың себебі. Сондықтан әр адам ең алдымен адал еңбекпен күнін көріп, содан кейін ғана ғылым мен өнерге ден қою керек. Орыс тілін үйрену мәселесі. Абай орыс тілін білудің қажеттілігін ерекше атап өтеді. Оның ойынша хикметте, малда, өнерде, ғылымда бәрі орыста тұр. Бұл сөзінен оның қазақ жастарының болашағы үшін білім алудың маңызын терең түсінгенін байқаймыз. Ол орыс ғылымын игерудің екі жағы бар екенін көрсетеді. Орыс мәдениетінен пайдалы нәрселерді үйрену. Олардың зиянды ықпалынан алшақ болу. Орыс тілі тек қарым-қатынас құралы ғана емес, ол ғылым мен білімнің кілті. Сондықтан Абай қазақ жастарына орыс тілін меңгеруді міндет етіп қояды. Бірақ ол орыстың заңсыз қорлығына көнбей, заң арқылы өз құқықтарын қорғауға шақырады. Ата-ана және бала тәрбиесі. Абай ата-аналардың бала тәрбиесіндегі рөлін де ерекше атап өтеді. Ол қазақтардың бала оқытуға жеткілікті көңіл бөлмей, керісінше байлық жинауға, материалдық құндылықтарға басымдық беретінін сынайды. Абайдың пікірінше кейбір ата-аналар баласын оқытуға қаражат жұмсауды ысырап деп санайды. Олар өз балаларын орыс мектептеріне амалсыздан береді, немесе билікке жалтақтап, орысша оқытқан балаларын қазақты аңду үшін пайдаланғысы келеді. Бұл қазақ қоғамындағы білімге деген көзқарастың дұрыс қалыптаспауынан туындаған жағдай. Қазақ қоғамындағы әлеуметтік проблемалар. Абай бұл қара сөзінде қазақ қоғамының көптеген әлеуметтік проблемаларын атап өтеді. Кедейлік, білімсіздік, әділетсіздік, ұрлық пен қулық, қызметке сатқындықпен жету. Ол бұл мәселелердің басты себебі надандық екенін айтады. Егер қазақ жастары білім мен ғылымға ден қойса, қоғамдағы осы мәселелер біртіндеп шешілер еді. Қазіргі таңда да білімнің төмендігі жұмыссыздыққа, әлеуметтік теңсіздікке, жемқорлыққа алып келеді. Сондықтан Абайдың бұл ойлары әлі де өзекті. Қазіргі заманмен салыстыру. Абайдың 25-ші қара сөзіндегі ойлары бүгінгі таңда да маңыздылығын жоғалтқан жоқ. Оның білім алуға шақыруы, ғылым мен өнерді игерудің қажеттілігі, қазіргі дамыған қоғамның негізгі қағидаларының бірі. Қазіргі қазақ жастары үшін орыс тілі мен ағылшын тілі әлемдік білім мен ғылымға апаратын негізгі жол. Егер кесек ғасырда орыс тілі маңызды болса, бүгінгі таңда жаһанданудың басты құралы ағылшын тілі. Сонымен қатар Абайдың қоғамдағы әділетсіздікті, жемқорлықты сынаған ойлары да бүгінгі заманға сай. Ол адал еңбекпен мал табуды, білім арқылы жетістікке жетуді дәріптейді. Қорытынды. Абайдың 25-ші қара сөзі қазақ қоғамының дамуына бағытталған терең ойлы шығарма. Ол білім мен ғылымды меңгерудің маңыздылығын, әлеуметтік әділетсіздікке қарсы күресу қажеттілігін және отаршылдық саясаттың әсерін нақты көрсетеді. Оның ойлары қазіргі қазақ қоғамы үшін де өзекті болып қала береді. Білімге, ғылымға ұмтылу әрбір адамның парызы. Абайдың бұл еңбегі халықты білім алуға, өнер үйренуге, адал еңбек етуге шақыратын өсиет. Қазақ жастары бұл өсиетті ұстанып, тек білім арқылы ғана болашақта өз елін өркендетуге үлес қоса алады.